Алтыншысы. Закончите пословицу. Actions speak louder than. То есть действия говорят громче, чем что. Loudspeakers, mouse, microphone, words, deeds. Сиблимсинес бол мақал. Actions speak louder than words деген мақал бар. Яғни сөздерден гөрі іс-әрекеттеріңіз қаттырақ айтады дегенде ғой. Жетінші сұрақ. Выберите правильный вариант предлога I was born 1978. Так, мұнда егерде жылдың алдында осы жылы бір нәрсе істедім деген мағынада қолдансаңыз, in дегенді қолданасыз. Енді сіз үлкен период уақыттармен қолдана аласыз. Яғни in үлкен периодтармен қолданылады. July, months, year, and for example seasons, as well as centuries, like the 21st century. Сегізінші. Выберите правильный вариант чтения количественного и числительного. Так, 6, 60 million дегендерді алып тастаймыз. 6 million, 1000 емес, and 6. Мұнда дұрыс жауабы A, себебі сіз миллионға S-ті қоспайсыз, егерде 6 миллион деп айтсаңыз. 1000 тура солай, 6000 болса 6000 дейсіз. Then, number 9. Выберите правильный вариант перевода, обращая внимание на суффикс безработица. Так, безработица бұл employment деген сөзден шығады, онда unemployment дегенді қолданамыз. 10-шы сұрақ. Выберите вопросительное местоимение для выделенного слова. Alex woke up very early easily. Easily деген сөзге мен түсінімше сұрақ қою керек. Сұраулы сөз таңдау керек. Яғни сұрақ қойғанда осы сөз жауап болу керек. Why дегеніміз неге, қашан, кім, қалай, қайда. Easily деген сөзіміз ly аяқталатын. Бұл easy деген сын есімнен шығады. Ly-ды қосқанда бізде істеу шығады. Қалай, оңай. How деген сұрақ жауап болады. Қалай.